Жыл басталғалы облыста 147 өрт оқиғасы тіркеліп, тілсіз жаудан 3 адам ажал құшқан. Алда жаз айлары жақындап келеді. Бұл маусымда дала мен орман өрттері көбейетіні анық. Өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңындағы кезекті брифингте Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Рашид Білялов өрт қауіпсіздігі туралы баяндады. Өрт адамдардың өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ қоршаған ортаға зиянын тигізетін алапат апат. Өрттің шығу себептері де көп. Электр жабдықтарының ақаулығынан, балалардың отпен ойнауынан, адамдардың өрт қауіпсіздігін ережелеріне салғырт қарауынан туындайды. Өңірде жыл басталғалы бірнеше өрт оқиғалар тіркеліп, зиян келтіріліпті. Жағдай бойынша облыс аумағында 147 өрт оқиғасы тіркеліп отыр. Өрттен 3 адам қаза тауып, 4 адам түрлі дәрежелі жарақат алды. Өрттен келтірген шығын сомасы 18 миллион теңге астам. Өрттің жалпы санынан тұрғын үй секторында 95 өрт тіркелсе, бұл өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 50,7%-ға артқан. Ең бастысы, өрттің қауіпті кезеңіне дайындықты ерте көктемнен қолға алған дұрыс. Облыс аумағында ғарыштық мониторинг жүргізу мақсатында дала және орман аймақтарында жану нүктелерін анықтау жүргізілуде. Бұл жұмыстар облыстық төтенше жағдайлар департамент қызметкерлерімен бірлесіп атқарылу үстінде. Департамент аумақшы бөлімшелерінің атқарушы органдары мен ауылдық елді мекендердің өрт қауіпсіздік маусымының дайындығы еместігі туралы 160 ескертпе табыс етілді. Енді облысымыз бойынша барлығы 419 елді мекен бар. Соның 160-ы дайындығы емес екен. Бүгінгі таңда біздің қызметкерлермен жаңағы нұсқамалар табысталды. Қорыта айтқанда, департамент тарапынан табиғи өрттің алдын алудың тиімділігін арттыру мақсатында тұрғындар мен атқарушы органдарға және мемлекеттік мекемелерге ұсынбалар таратылды. Қауіпсіздік шараларын атқару жөнінде жадынамалар берілді. Ұлықпан елі Рүстем Ишанов, Қалибек Ақырап, Ақ Жайық телеарнасы.